Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсем. Және де бүгін біздің айдарымызда сиырдың тоқ ішектерінен бұжы жасайтын боламыз. Етімізге салып ассақта да тағамымыздың, бешбармағымыздың дәмін керемет келтіретін, және де өзін қайнатып, қазы ұқсатып қайнатып дастарханыңызға қонақ келетін болғанда қойсаңызда да дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Олай болса, бұжымызды жасап бастаймыз. Ол үшін бізге 5 килограмм сиырдың тоқ ішектері керек. Іші сыртын тазалап, жақсылап тұрып жуып, ішіндегі майларын сылып аламыз. Іші сыртын тазалап, бір-бірлеп алатын боламыз. Одан кейін бізге 500 грамм жуылған күріш, және де өңкей ет, май араласқан 8 килограмм өстіп уақтап тұрып турап алатын боламыз. Одан кейін бізге 2 үлкен қасықпен тұз және де қара бұрыш керек болады. Мына етіміздің бәрін жақсылап тұрып турап алдық, уақтап. Оның үстіне тұзымызды салып, қара бұрышымызды сеуіп, және де жуылған күріштеріміздің барлығын салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қолымызбен араластырып болған соң, шегімізді бір-бірлеп алып, сыртына бас жағын қайырамыз. Мынандай лайфхак пайдалансаңыздар да болады. Соктың ыдысын, баклажканың басын кесіп, өйтіп шектің айналдырсаңыз болады, сыртына қарай қайырып. Және де басынан осылай етті тығып салсаңыздар да болады. Егер де еш нәрсенің қажеті жоқ, шекті керіп тұрып, қолымен салам десеңізде де олай да болады. Біздің бұл жерде басты мақсатымыз еттің барлығын салып, шұжық құсатып, ішіне толтырып шығу. Бір келкетіп, шұжық құсатып толтырамыз. Салған етімізді жақсылап тұрып, төмен қарай түсіреміз. Сөйтіп, басынан аяғына дейін толтырып шығатын боламыз. Міне достар, біздің шұжығымыз дайын болды. Яғни бұжымызды толтырып болған соң, осындай кәдімгідей қарапайым жіппен қалың қылып алып, екі жағынан айналдырып тұрып, өйстіп байлап шығамыз. Және де артық қалған шегімізді жіппен бірге қиып тастасақ болады. Осылай екі жағынан байлап шығамыз жасаған бұжымызды. Көріп тұрғандарыңыздай осылай бір келкетіп, өте қатты тығыз қылмай, орташа қылып толтырып шығамыз шектің іштерін. Міне достар, біздің бұжыларымыз дайын болды. Бізге берілген шектің ішінің барлығына толтырып шықтық. Ішіндегі майын алсаңыздар, ішіне еті көп кететін болады. Және де еттің әрлі-берлі жүруіне көп кедергі келтірмейтін болады. Достар, бұл рецепттің міндетті түрде сақтап алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Маған лайк, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше